Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы 2 сынып, нөмірі 101 сабақ. Тақырыбы торғай мен бұтақ. Мақсаты дара және күрделі етістік, зат есім, сан есімді анықтау. Енді видеоға назар аударайық. Етістік құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара етістік және күрделі етістік. Дара етістік дегеніміз бір сөзден ғана тұрады. Күрделі етістік кемінде 2 сөзден тұрады. Мысалы, ұйықта дара етістік бір сөзден ғана тұр. Және күрделі етістік ұйықтап жатыр. 2 сөзден құралған. Оқып отыр. Балалар, жаңа біз етістік туралы алған білімімізді есімізге түсірдік. Енді мына тапсырмаға назар аударып, астындағы тапсырмаларды да орындаймыз. Суретке қарай отырып, мәтінді түсініп оқып, етістіктерді табамыз. Зат есім. Зат есім заттың, құбылыстың, ұғымның атауын білдіретін сөздер. Мысалы, ата, әже, аға. Зат есім адамды білдірсе, кім, кімдер деген сұраққа жауап береді. Мысалы, кім? Ана, кімдер? Балалар. Зат есім заттың атын білдірсе, не, нелер деген сұрақ қойылады. Мысалы, не? Кітап, кесе, нелер, кітаптар, ыдыстар. Бірінші мәтінге назар аударыңыздар. Балалар, жаңа сендер видео жазбада зат есім туралы естеріңе түсірдіңдер. Ендігі тапсырма зат есімге байланысты. Көп нүктенің орнына тиісті зат есімдерді қойып, оқы. Жаттығудағы етістіктерді күрделі етістіктерге айналып, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Мұқият болыңдар. Жазып болсақ, келесі тапсырмаға көңіл аударайық. Балалар, бұл тапсырмада жұмбақ беріліпті. Жұмбақты оқып, шешуін табамыз. Келесі антоним. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мысалы, көп, тиын көз алдарыңызда, және аз, ыстық, суық. Алыс, жақын. Яғни, екі мемлекеттің арасы, Қазақстан мен Америка құрама штатының арасы алыс болып табылады. Ал осы екі мемлекетке қарағанда Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы қаласының арасы жақын болып табылады. Қысқа бойлы адам, ұзын бойлы адам. Балалар, бейнежазбадағы көргенімізді есімізге алып, қазір мына тапсырманы орындаймыз. Берілген етістіктердегі үлгі бойынша жазып, оларды антоним екенін дәлелдейміз. Жазып болса, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл тапсырмада сөз жұмбақты шешуге берілген екен. Сөз жұмбақты шешіп болғаннан кейін, шешуіндегі аң туралы білетініңді айт. Сөз жұмбақты шешіп болысыменен
әңгімелеуге дайын боламыз. Жақсы, енді әңгімелеңдер. Балалар, бүгін біз сіздермен сөз таптары, соның ішіндегі етістік туралы, етістіктің дара етістік және күрделі етістік екені туралы жаттығулар жасадық. Бүгінгі сабақ барлығыңызға түсінікті болса, сабағымызды аяқтаймыз. Барлығың жақсы жұмыс істедіңдер. Өте тамаша. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.